Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызда сан есім туралы білімімізді толықтыратын боламыз. Оқу мақсаты: тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Сөз таптарын ажырату. Бағалау критерийлері: тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрайды. Сөз таптарын ажыратады. Балалар, алдымен ережені есімізге түсірейік. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, 7, 9-шы, 20-шы. Ал қазір 37-ші жаттығудағы санамаққа назар аударайық. Өлеңді суреттегілердің атын қойып оқы. 1 дегенім бала, анасына еркелейтін дана. 2 дегенім ескек, ұстатты атам естеп. 3 дегенім үйрек, көлде жүзер билеп. 4 дегенім тас, әрдайым іш ас. 5 дегенім білім, білімді бол, інім. Ал балалар, осы санамақты 10 санына дейін өздерің жалғастырып көріңдерші. Келесі тапсырма: 38-ші жаттығудағы өлеңді қатесін түзеп, көшіріп жазу. Алдымен өлеңді оқимыз. Жалғыз саусақ тіпті де, ұстай алмас жіпті де. 2 саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Бұл жерде қай сөз қатемен берілген? Әрине, жіпті деген сөз қате жазылыпты. Б әрпінің орнына П әрпін қойып жазамыз. Бұл өлеңдегі қарамен берілген сөзді қандай сан есіммен ауыстыруға болады? Жалғыз деген сөзді 1 деген сан есіммен алмастыра аламыз. Келесі тапсырмаға көшейік. 39-ші жаттығу. Серік саяхаттап жүріп, бір үйге кезікті. Сол үйде және оның маңайында 3 бұрыш, шаршы және дөңгелектер тығылып қалыпты. Сен олардың санын анықта. Ал балалар, суретте қанша 3 бұрыш, шаршы және дөңгелек бар екен? Қанекей, санайық. Ал 41-ші жаттығуда жұмбақтар беріліпті. Жұмбақтарды оқып шешуін табайық. Тізбектелген көп үйлер, көшіп жүрген көп үйлер. Келесі жұмбақ. Ұшып жүр күймелі, қалайы инелік. Қос қылышпен тіліп келеді, тілген сайын жүріп келеді. Балалар, осы жұмбақтардың шешуіндегі көліктердің қайсысымен саяхаттауды ұнатасың? Үйге тапсырма 40-ші жаттығу. Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымыздың кері байланысын жасау үшін өзімізді жетістік баспалдағынан көрсетейік.